алдымызда қанша сауал тосылды. Өмір бізді ерте үйірді бейіне. Сәби кезім, бірге ойнайтын досымды ертіп бардым нағашының үйіне. Сәбилік шақ, сүттей аппақ кезең бұл. Аңғал, бейқам, балбұлақтай сыңғырлы, досым киіп көремін деп әжемді. Аңдаусызда көз әйнегін сындырды. Енді қайттық, амал айла азайып, құтылуға өткел іздеп тартықтық. Досым менің ұяң еді ғажайып, әжем өте қатал еді жарықтық. Бала, мұнша бола ма екен мазасыз? Кәне, қайсың көзенекті сындырған, деді әжеміз. Қалдырмаймын жазасыз. Сындырған кім? Алдыма кеп тұр жылдам. Енді қайттық, кім ұсынбақ көмегін? Бұл қырсықтан құтқармақ боп досымды. Мен сындырдым, кешіріңіз, мен едім, дедім үнсіз төмен салып басымды. Бір ерекше дүлей мінез Досыбек, шіркін, адам табиғаттай сан қырлы, қанша ашулы болғанымен осы рет әже мені жазалаусыз қалдырды. Лезде қайта көтеріліп еңсеміз, көңіліміздің айдынынан күн күлді. Сол сәтте інім сыбыр етті, сенбеңіз, көзенекті қонақ бала сындырды. Әжем кенет ашу бойып күйгелек, ашу буып антан болып қалды да, жүр бері, деп құлағынан сүйрелеп ертіп барды нағашының алдына. Қой, бәйбіше, дау тудырма бекерге, деп нағашың әңгімесін жалғады. Айып па екен, өзін беріп қатерге, ер жігіттің досын қорғап қалғаны, достық деген ізгіліктің алаңы. Оған куә ғасырлар мен замандар, отанын да сатып кете алады, қиын шақтар досын сатқан адамдар. Мұхтар Шаханов осы Достар өлкесінің заңы бойынша Икрам Төлеевке арнаған болатын. Осы Икрам Төлеевтің өз балалық шағын айтады. Балалық шағында досы оған қонаққа келіп, көзәйнекті сындырған болатын. Және де ашулы әжесі сұрайды, кім сындырды деп. Осы жерде Икрам барлықтаны өзіне алады. Бірақ сол Икрамда інісі болады. Інісі айтады әжесіне, Икрамға сенбеңіз деп. Себебі Икрамның досы сындырған болатын дейді. Соны әже түсініп, Икрамды нағашысына апарады. Нағашы соның барлығын айтады. Нағашы сол кезде оған керекті сөздерді айтады. Осындай досың болса, онымен достаспай, ол отанға сатып кетеді керек кезде. Осы шығармада үлкен кісілер сәби балаларға сабақ береді. Осындай достармен ешқашан достаспауға, себебі олар керек кезде отанды сатып кетеді.